Балалар біздің болашағымыз. Алайда оның құқығы мен тәрбиесі қаншалықты деңгейде екен. 1 маусым халықаралық балалар қорғау күні болып тағайындалғандықтан, біздер бүгін өзіміздің подкасттың кезекті қонағы Батыс Қазақстан облысы балалар құқықтарының қорғау басқармасының басшысы Семгалиева Афиза Болатқызын шақырдық. Қош келдіңіз, Афиза Болатқызы. Ең бірінші сізге кіріспе сұрақ ретінде берейін. Өзіңіздің неше балаңыз бар? Жазира ханым, шақыртуыңызға көп рахмет. Әсіресе осындай керемет бір мерекенің қарсаңында біздің басқармаға тікелей қатысы бар мерекенің қарсаңында подкаст қонағы болып шақыртып отырсыздар. Енді барынша бүгінгі подкастта айтылған ақпарат көпшілікке пайдалы болады деген ойдамын. Өзім көпбалалы анамын. 3 қызғалдағым, бір арқа сүйер азаматымыз бар. Керемет. Тәрбиеленіп жатырған. Енді қазіргі сіз жұмыстанып жатырған басқарма қашан құрылды? Біз естуіміз бойынша сіз жақында тағайындалдыңыз. Оның құзыреттілігіне нелер кіреді? Толығырақ айтсаңыз. Осыдан 3 жыл бұрын президенттің тапсырмасымен барлық өңірде бала құқығын қорғау бағытында жұмыстар басталды. Өзіңізге белгілі, Қазақстан Республикасы бойынша бала құқығының заңды уәкілі бар, Закиева Динара Болатқызы. Дәл солай әрбір өңірде қоғамдық негізде бұл жұмысты атқарған жауапты уәкіл болды. Бірақ қоғамдық негізде, ақысыз негізде бізде қазіргі таңда Өтебалиева Шаттық Саматқызы. Осы 3 жылдың ішінде балаға қатысты жаңағыдай жасалған зорлық-зомбылықтар, баланың қатысуымен жасалған кейбір құқық бұзушылықтар, баланың қорғалмай қалған, мүддесі қорғалмай қалған фактілер азаймай қайта керісінше көбейді. Сол себептен осы жұмыстың барлығын саралай отыра, қазіргі таңда мемлекеттік бала құқығын қорғау саясатын жүзеге асыру үшін бұл жұмыс тек қана уәкілдің жұмысымен шектелген жоқ. Яғни Динара Болатқызының осы мәселені бірнеше мәрте көтеруі арқылы және құзырлы органдармен жұмыстануы арқылы қазіргі таңда 10-ға жуық осы бала құқығын қорғау саласында заң қабылданды. 2 жыл турасында әрбір орталықта психологиялық қолдау орталықтары ашылып жұмыс істеп жатыр. Осы жұмыстың жалғасы ретінде 2025-тен күз айларынан бастады басқа өңірлерде. Яғни барлық өңірде бүгінгі таңда бала құқығын қорғау басқармалары ресми түрде ашылды. Бізде ашылғанына 1-2 ай турасында енді басқарма мемлекеттік мекеме ашылғандықтан оның құжаттық, оның жаңағыдай басқа да жұмыстары толыққанды қызметіне қосылу үшін оның жан-жақты іске қосылуы бар. Біздер бұл жұмыстарды аяқтай келдік. Дегенмен енді басқарма ашылғаннан кейін орын алған жағдайларға әлі жаңағыдай штат аз немесе тағы да басқа мәселелер шешілмей жатыр демейміз. Етене әрбір мәселеге араласып, әрбір түскен шағымға, ата-ананың өтінішіне, болған оқиғаларға толыққанды араласып келеміз. Басқарманың негізгі мақсаты, жаңа өзім айтып кеткендей, мемлекеттің бала құқығын қорғау саясатын жүзеге асыру. Түсінікті, қазіргі таңда білім беру процесіне жауапты арнайы басқармамыз бар. Ол жерде біліммен қатар тәрбие де беріліп жатады. Енді негізгі жұмыстары және барлық оқушыларды, барлық жаңағыдай балаларды қамтылғаннан кейін бізде мысалға 0 мен 2 арасындағы балалардың жаңағыдай жағдайлары кейін 2-ден бастап әрі қарай барлығы да мектепке қарасты ғой. Және мектептің ішінде кей кезде құқық бұзушылық жасаған, арнайы есепте тұратын балаларымыз бар, кешкі мектептеріміз бар, қиын жағдайға тап болған жасөспірімдердің уақытша орналастыратын орталықтарының жұмысы бар. Міне осындай салалар кейде кенжелеп қалады. Олардың сұрақтары кенжелеп қалады. Сондықтан да қазіргі таңда басқарманың міндетінде ата-анасының қамқорынсыз қалған, қорғаншылықта жүрген балалар
жаңағыдай басты назарда болады. Сонымен қатар жаңа айтып кеткен санаттағы барлық балалар мен жұмыстану сол бағыттағы әрбір балаға жеке сүйемелдеу жоспарын жасау арқылы оларды қолдау және оларды қолдау бағытындағы ведомство аралық жұмысты үйлестіру біздің сол негізгі мақсаттарымыздың бірі болып табылады дейсіз. Енді жаңағы құқығын қорғау дейміз, 21 ғасырмен әлеуметтік желі бізбен тығыз байланысты. Қазіргі Инстаграм, ТикТок желісін алып қарасақ, кішкентай жасөспірімдер болсын, мектеп жасындағы балалар болсын, дөрекі сөйлеп, түрлі видеолар салып жатады. Соған негізгі шектеу қою қарастырылған ба қазіргі таңда? Жалпы дөрекі сөйлеу өзіңізге мәлім, қоғамдық орындарда оның барлығына тәртіптік жазалары бар. Соның ішінде мынау әлеуметтік желідегі де баланың мінез құлқына байланысты, өзін өзі ұстауына байланысты да мониторинг жұмыстары жүйелі түрде жүргізілу керек деп ойлаймын. Және енді түсінікті, баланы тек бір жазалау, балаға қатысты тек жазалау формасын қолдану негізінен түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз керек көбірек. Өйткені бала өсіп келе жатырғандықтан ол мынау бір айналадағы барлық процестерді өзіне тез сіңіріп алады. Сол себепті біздер бір жазалау нәрсеге қарай жүгіргендіктен балаға түсіндіру жұмыстарын көбейтуіміз қажет. Сондықтан да бұл сұрақта күн тәртібінде. Жалпы қазіргі таңда мына қоғамдық орындарда енді өзімізде көп қабатты үйде тұрамыз, ауламыз бар. Кешкісін жұмыстан кейін кішкентай балаларымызды аулаға шығарсақ, кейде деген жасөспірімдер отырған жерде отыру мүмкін емес. Балаға сөздер айтылады, үнемі ескерту жасап, үнемі сол жерде мысалға үлкендер болсын, өзіміз болсын айтып отырамыз. Дегенмен де осы жұмыстарға сәл рейдтік іс-шараларын өткізіп, ата-анаға қатысты жауапкершілікті күшейту бағытында жұмыстар көбірек қажет. Біздің де жоспарымызда бұндай жұмыстар бар. Алдағы уақытта өзіміздің жоспарымызға осындай жұмыстарды да ақпараттандыру бағытында да іске қосқымыз келеді. Енді бүгін сізде подкаст деген жаңағыдай әлеуметтік желіге тарағандықтан ата-аналар тыңдайды, жасөспірімдердің өздері қарайтын болар. Бір мәселе, мынау әлеуметтік желіде менің аккаунтым, менің телефоным, не жазам, не қоям, өзім білем дегенді, оның жауапкершілігі болатынын сезіну керек, және әрбір ата-ана балаға оны жеткізе білу керек. Тіпті өзінің аккаунты мен паролінді басқа біреуге беріп қойып, ертең Құдай сақтай көрсін бір қылмыстық іс-әрекеттерге араласыңыз болып, оған деген кәдімгідей қылмыстық жауапкершілікке тартылып кетуі де мүмкін. Абайсызда десем. Сол себепті қазір мына ішкі істер органдары тарапынан өте көп хабарландыру жүргізіліп жатыр. Осы хабарландыруды бір көзіңіз шалып қалып көріп қалғанда да балаға жеткізіп түсіндіруге қажет, және баланың мынау ата-ана бақылауы деген әртүрлі форматтағы қазір приложениялар бар ғой, қосымшалар. Соны енгізіп, үнемі баланың телефоны балада ғой, өзі білет дегенмен қоймай, оны бір мониторинг жасап бақылауда ұстау қажет. Баланың аты бала, ал балаға жауапты ата-ана екенін ұмытпауымыз қажет. 18 жасқа дейін бәрібір ата-ана жауап береді. Енді жаңа сіз психологиялық көмек деп жатсыз, мектепте бізде психологтар бар. Сол біздің көп жерде мектепте қатып қалған қағида, стандарттық біреумен жұмыс жасайды. Мысалға қазір жаңашыландырып бір тренинг ойнады, баланың қызығушылығын ашып, ішіндегі сырын ашуға бағытталған бағыттар бола ма екен? Өте орынды сұрақ, Жазира ханым. Қазіргі мына бала құқығын қорғау бағытындағы жұмыстың күрделенуіне байланысты да мектептегі педагог-психологтардың жұмысы да салмақтанып жатыр. Педагог-психологтарды қосымша жаңағыдай қағаз бастылыққа немесе бір ішкі жұмыстарды ұйымдастыруға мүлдем тыйым салынған. Бұған да біздер мониторинг жасап отырамыз. Яғни педагог-психологтың негізгі мақсаты балаға кеңес беру. Баламен жаңа сіз өзіңіз айтқандай тікелей жұмыстану, оларды ашып, әсіресе жаңағыдай диагностикадан өткізеді ғой, балаларға анкетирование жүргізеді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен ата-аналарға айтқым келеді,
бұл анкетадан қорықпауымыз қажет. Кей жағдайда ата-аналар жаңағыдай келісім бермей жатады. Балама ешқандай психологиялық анкета өткізуге қарсымын деген сияқты. Мен керісінше айтар едім ата-анаға. Өйткені біз байқамайтын, біз білмейтін нәрсені маман біліп жатады. Сол сұрақтардан туындап жатады. Баланың ішкі дүниесіне қатысты әсіресе қазір әсер ететін факторлар өте көп. Кейде жағдайлар болып қалғанда да мысалға ата-ана айтып отырады, жаңағыдай қап мен білмей қалдым ғой деген сияқты. Сол себепті алдын алу ол әрқашанда тиімді жұмыс. Осы диагностикалардың барлығы алдын алуға арналған. Диагностиканың негізінде қорытындысы бойынша балалардың жаңағыдай психоэмоциялық жағдайлары өлшеніп бағаланады. Соған сәйкес психолог өзінің түзету жұмыстарын жүргізеді. Бұдан біз қашпауымыз керек десе. Керісінше жаңағы білікті маманның көмегін алуға, жүгінуге жаңағыдай тырысуымыз керек, қолдау. Бұл жерде психолог міндетті түрде құпиялықты сақтауы қажет. Әрбір балаға қатысты мәлімет тек қана психологта болу қажет. Бізде бұны қатаң түрде айтып отырамыз. Екінші мәселе жаңа сіздің айтқан сапалық құрамы. Мен бұнымен толықтай келісемін. Өйткені қазір облыстағы барлық педагог психологтар жаңағыдай құрамы сапалы деп толыққанды айта алмаймын. Сол себепті бізге мәселен тіпті кәсіби маманның өзіне де уақыт өте келе біліктілігін арттыру қажет. Ал бізде соңғы 3 жылдың ішінде мына педагог психологтардың біліктілігін арттыруға бағытталған ешқандай курс, ешқандай сондай арнайы оқытулар өткізілмеген. Сол себепті қазір білім басқармасының қолдауымен бұл жұмыс қолға алынды. Алдағы уақытта да осы психологтардың біліктілігін арттыруға және олардың балалармен жұмыс жасауда заманауи жаңа құралдарды пайдалану бағытында біздер өз ұсыныстарымызды беріп отырамыз. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, бізде жаңа психологиялық қолдау орталығы бар дедік қой. Өзіміз осы соңғы кезде жаңа болған жағдайларға немесе шақырту алған оқу орындарына барып кездескенде де, сұраған кезде де жаңа сұраймын ғой, бізде психологиялық қолдау орталығы бар, білесіз бе, қай жерде? Мен де білмейді екенмін. Мен ешбір үлкен ересек адамнан да баладан да білем деген жауап алған жоқпын. Бұл ақпараттық бағыттағы жұмыстың әлі әлсіздігін көрсетеді. Сол себепті қазір бізде негізгі мақсат, және ол қаланың сәл басқа аумағында орналасқан екен, алыстау, ол жерге мысалға бала барады деп мен айта алмаймын. Үлкен адам өзі тауып алса қалай. Сол себепті біздер бұл орталықты, мынау кәдімгі орталыққа алып келіп көшіруді қазір жоспарлап отырмыз. Мен ойлаймын, мысалға қаланың ортасында жүрген әрбір бала білу керек, осы жерде маған көмек бере алады. Бұл жер сенім орталығы. Мен ешкімге айта алмаған нәрсемді осы жерге барып айтып, және одан нақты көмек ала алам деген бір балаларға қатысты сенім орталығы болу керек. Ол ешқандай бір қорқынышты немесе ресми қатып қалған ғимарат болмау керек. Ол кәдімгідей балаға мейірімін, шуағын шашып тұрған орталыққа айналу керек. Міне осы орталықты құру бағытында қазір жұмыстанып жатырмыз. Егер де барлық межелеген жоспарларымыз жүзеге асса, сіздерді шақырамыз, сол жерге келеміз жұмысымен толыққанды танысу үшін, және әрі қарай өз осындай платформалар арқылы әрі қарай ақпараттандыру үшін. Ал ол қазір қай жерде орналасқан? Қазіргі таңда 31-ші мектеппен бұрынғы қалалық полиция бөлімі бар ғой, 31-ші аумақ деп айтамыз ғой, 31-ші школа деп, сол жақта орналасқан. Енді мен өзім бардым, сәл ыңғайсыздау жерде, мысалға балаға айтқан кезде де осы жерге барып психологиялық қолдау орталығының мамандар, психологтар саған көмектеседі, кеңес ал деген өзінде де мен ойлаймын, енді дәл сол жерге бала бара қоймайтын сияқты. Қазір үйреніп қалғанымыз ғой, әрбір нәрсе бізге қолайлы және қолжетімді болды. Осы бағытта облыс басшылығы тарапынан үлкен қолдау бар. Енді бір сүйінші хабарымызбен де бөлісетін болармыз. Біз енді ақпаратты таратуға тырысамыз. Енді сол жаңағы бала құқығы дейміз, ата-ана құқығы дейміз, екеуінің арасында шекара бар. Тонкая грань дейді, енді орысша айтқанда. Біздер көреміз, мысалы батыс жақта, жаңағы ақш-та қарасақ, балалар менің құқығым қорғалмаған деп, жаңағы айтқандай ашық айта алады. Бірақ енді бізде қазақи менталитет бар.
өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз бар, соған бағыттап жаңағы адаптация жасап жасауға бола ма? Бала тәрбиесін қалай қазір жасауға болады? Жаңағы отбасы мектебі бола ма? Сол жағы қарастырылған ба екен? Мен осы сұрақты қойған кезде шыны керек бала құқығын қорғау басқармасы ашылды, осындай бағытта жұмыстанады дегенде енді сол жаңағыдай шетелдік форматта әрбір бала енді столды соғып отырсын, менің құқығым қорғалды деп. Сонда біздің қазақи менталитетіміз қайда, ұлттық тәрбиеміз қайда дегендер болды. Бірақ бар ғой, мен бір нәрсе айтқым келеді. Біздің әкенің жауапкершілігі жоғары, ананың мейірімі төгіліп тұрған ұлттық тәрбие институты қалыптасқан ортада қашан көрдіңіз бала өз ойын еркін жеткізе алмағанын? Мен мысалға көрген жоқпын. Тіпті бұрынғы би шешендер болсын, сол жердегі жаңағыдай қаншама бізде нелер бар, дәлелдер бар. Батырлардың өздері, суырып салма ақындардың өздері, атойлатып шапқан кәдімгідей жүректі жігіттеріміз барлығы жастайынан даттақсыр деп немесе өзінің ойын еркін жеткізген. Өйткені олар сондай ортада өскен. Қазақ ұлтымыз, біздің ұлттық менталитетіміз, өзіміздің ұлттық институтымызды қарасақ та, бұл жерде кәдімгі отбасылық құндылықтарын сақтай отырып, баланың ешбір құқығы шектелмей отырып тәрбиелеген ғой. Сол себепті мен ойлаймын, мына бала құқығы шектелді, ол біздің өзіміздің дәстүрімізге қарсы емес, жаңағы қорғауы өзіміздің дәстүрімізге қарсы емес пе дегенде, менде кәдімгідей сұрақ туындайды. Сонда қай жерде сондайды көрдіңіз? Егерде әкенің жауапкершілігі жоғары болып, ана мейірімін төгіп отырып тәрбиелеген балада оның құқығы шектеліп, ол бір басқа жаққа қарай кетіп қалғанын. Бала еркін өзінің ойын айта алады, өзінің ойын еркін жеткізе алады, және қоғамда кәдімгі тұлға болып қалыптаса алады. Біз көбіне көп үлкендер баланың құқығы шектелгенде өзіміздің мінезімізбен іс-әрекетімізді жаңағыдай өзгерткіміз келеді. Мәселе осыдан туындап тұр. Міне сол себепті Қазақстан Республикасы, біздің еліміз әлемде болып жатқан әртүрлі өзгерістерден тыс өмір сүре алмайды. Біз кәдімгідей осы процестің ішіндеміз. Бірақ тиімді тұстарын өзімізге пайдалана отырып, сіз қазір барлық республика бойынша әлеуметтік желіге шектеу қоя алмайсыз ғой. Осы жерде мына каналға кіре алмайсыз, мынаны көре алмайсыз деп айта алмайсыз. Яғни еркіндік бар, ақпарат алмасуға, көруге деген сияқты. Бірақ осы процестердің ішінде біздер ең тиімді тұстарды алу керекпіз. Үлкендер баланы түсінуге тырысу керек. Бар мәселе осы жерден туындап жатыр. Әрбір дәуірдің, әрбір кезеңнің өзінің сол кездегі психоэмоциялық жағдайына байланысты ол әсер етеді сол ұрпаққа. Қазіргі технология заманы дамығанда біздер ұрпақ бұрынғыдай болады деп айта алмаймыз. Тұрып қалмайды ғой. Өзгеріске сұраймыз. Сондықтан да осы өзгерістердің ішінде, осы бір дәліздің ішінде біздер барлық жақсы нәрселерімізді сақтай отыра өткізуіміз керек. Көмек көрсетуіміз керек. Мен кеше үлкен бір аудиторияда балалармен кездестім. Сонда балаларға ең соңғы сұрақ қойғанда, мына бізден үлкендерден сіздерге не керек, тәрбие керек па, әлде түсіну керек па дегенде, балдар бір дауыспен айтты, түсіну керек деді. Орын алып отырған кейбір жағдайлар, өте аса ауыр жағдайлар, бала өмірмен қоштасып кеткенде де, немесе сондай жағдайға қадам басқанда да, тіпті қадам басу емес, ол шалыс басу ғой. Сол кезде де психологиялық зерделеу жұмыстарын жүргіземіз ғой. Сонда да тек қана түсіну нәрсе алға қойылады. Бәрі түсінбегеннен. Түсінбегендіктен ата-анамен түсінбейміз, сөйлесе алмаймыз, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, мына жасалып жатқан бала құқығын қорғау бағытындағы мемлекеттік саясат, ол біздің
діңгегімізге ешбір қарама қайшы емес, біз керісінше қарауымыз керек. Жақсы жағын Жақсы пайдаланып жағын дейсіз, пайдалану қажет дегендей. Әрбір бала өзінің құқығы мен міндетін білуі керек. қажет. Дәл сол сияқты ата-ананы екі жақта, екі тараптан да десе. Енді жаңағы құқық демекші, бізде қазіргі мектеп жаста балалар, енді көбіне жоғарғы сыныптарда мобилография саласына жұмыс істеуге жаңағыдай қарқын алып келе жатыр. Кезінде біздің кезімізде жасыл ел деген болды, студент болды, оқушы болды, сол жерде жұмыстандық. Бірақ қазір тек бала емес, бала мынандай үлкен камера, телефондарды алып жүре алмайды. Оны қолдайтын ата-ана, сатып алып беретін де ата-ана да. Бірақ сонда қаншалықты ол баланың сол жерде құқығы, жаңа міндеті бәрі қорғалып тұр? Жалпы 14 жастан бастап бала еңбек етуге құқылы заңмен. 4 сағат аясында ол жаңа демалыс уақытында ата-ананың, заңды өкілінің тікелей келісімімен жұмыс берушіде ата-ананың келісімі болу керек міндетті түрде. Ол бір. Екіншіден, жұмыс беруші баланың толық қауіпсіздігін сақтау қажет. Еңбек қауіпсіздігі бар, Құдай сақтай көрсін, бір жағдай орын алмау үшін бала қауіпсіз ортада жұмыстануы керек. Енді бұл жерде тыйым салынған тұстар бар. Яғни ауыр жұмысқа бала, жаңа денсаулығына зиян келтіретін салада жұмыс жасамауы қажет, және түнгі уақытта бала жұмыс жасамауы қажет. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, мобилографияға деп, енді тойларда, мысалы, түнгі уақыт қой. Сол кездерде кәмелет жасқа толмаған бала жұмыс жасауға болмайды. Енді оны қадағалайтын арнайы тиісті жаңағыдай мекемелер бар. Бұл сұрақты да бізге көтереді. Жаңағыдай жазып та, айтып та жататын ұсыныстар бар. Сондықтан да алдағы уақытта да бұл бағытта түсіндіру жұмысын жүргіземіз біздер. Әсіресе қазір жаз уақыты, мынау жазғы уақытта баланың қауіпсіздігі қатаң сақталу керек. Ең бірінші оған ата-ана жауап береді. Жалпы енді түсінікті, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, кезінде біздер жасыл елде, мен өзім студенттік құрылыс жасақтарында 5 жыл жұмыс жасадым. Жасыл елде де жаңағы отрядтарды жасақтадық. Ол кезде біздер еңбекке қарай баулыдық. Яғни кәдімгідей былай айтқанда қара жұмыс қой енді. Сондай жұмыспен, еңбектеніп жасадық. Қазір балдар сәл одан гөрі мынау жеңіл бағыттағы жұмыстарды, өзінің заманына сай. Бірақ ол өз заманына сай. Онлайн жұмыстар да бар. Қазір балалармен мына проектілермен айналысатын да балаларымыз біршама екен. Сондықтан да мен мысалы қазіргі ұрпақты бір айта алмаймын да. Егер де оны қабілеті келіп тұрса, ол да өте оңай емес қой енді. Мысалға сіз деген өте эффекті, жақсы, көп адамның көзін тартатындай видео жасау үшін де қандай кәсібилік қажет балаға. Ол соның тілін шебер меңгеріп тұр деген сөз. Бірақ екінші нәрсе, ол ешқандай заңға қайшы келмеуі керек. Сондықтан да жаңа сіздің айтқаныңыз, алда жазғы уақыт келе жатыр. Балалардың қауіпсіздігі үлкен басты назарда. Сондықтан да түнгі жерлерде жаңа балалардың, кәмелет жасқа толмаған балалар жалпы түнгі уақытта жүруге болмайды. Заңсыз өкіл арқылы, ал жұмыс істеуге тіптен тыйым салынған. Сондықтан да енді бүгінгі сіздің алаңды пайдалана отырып та мына жұмыс берушілерге өз жауапкершілігін білу жөнінде айтқым келеді. Жаңағыдай баланың жұмысқа алған кезде де еңбек кодексына сәйкес барлық талаптар сақталуы қажет. Енді мектеп жасындағы болсын, барлық жерде айтылатын әңгіме ол буллинг. Қаншалықты баланың сол құқығы қорғалған, статистика не дейді? Қазір енді жақсы камералар орнатылып жатыр, оның көмегі болып жатыр ма? Буллинг мәселесі қазір басқарма тарапынан ең өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Буллингтің алдын алу бойынша ақпараттық жұмысты, жаңағы тәрбие жұмыстарын мектеп арнайы білім басқармасы өз жоспарларына сәйкес жүргізуде. Бірақ енді фактілер орын алуда. Мына соңғы өзгеріс қазір басқармаға қатысты. Буллинг орын алған кезде біздер тікелей министрлікке жаңағыдай 1 сағаттың ішінде осы бойынша
тіке ақпарат беріп отырамыз. Яғни бұл жердегі нәрсе не? Бұрынғыдай жасыру, немесе жаңағыдай өз ортасында өздерімен өздері қайнап жату деген жоқ. Егер бізге мысалға келетін болса, біз бірден бұған сигнал түсіруіміз қажет. Өзінің арнайы алгоритмі бар, сол бағытында жұмыстануымыз керек. Ол өте маңызды және өзекті сұрақтардың бірі. Бұл жерде бір нәрсені білуіміз керек. Буллингте өзіңіз білесіз, жаңағыдай зардап шегетін бала болады, және жауап беретін тырнақшаға алғанда бір белсенді бала болады. Бірақ біз бір нәрсені қарауымыз керек, екеуі де бала. Сондықтан да жаңағыдай бір тәртіпке қатаң баланы бір шара қабылдаудан бұрын біз түсіндіру, тәрбиелеу бағытында жұмысты күшейтуіміз керек. Бұл жерде педагог, психологтар жұмыстану керек. Егер мектептің күші жетпей жатса, арнайы жаңа айтылғандай психологиялық қолдау орталықтарының мамандарына жүгінуіміз қажет. Осы бір-екі ай турасында жақсы кейстер бар бізде. Психологиялық қолдау орталығының кәдімгі буллингпен жұмыстанған психологының оңтайлы жұмыстары бар, нәтижелері бар. Бұл бағыттағы да жұмыс күн тәртібінен түспейді. Әрі қарай келесі оқу жылына қарай біздер жаңағыдай кішіге қамқор болып, кішіні қорға деген бағытта балалар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуіміз керек. Және бір атап кететін нәрсе, енді біз үлкендер бар оқушыларға жаңағыдай бір-біріңді ренжітпеңдер, бір-біріне әлімжет көрсетпеңдер деп айтқан кезде, мен сол бір қатысушы баладан сұраймын ғой, бүгінге айтылған нәрсені сен естідің ба, тыңдадың ба деп. Сосын күледі, жартысын естідім, жартысын естімедім. Мен айтамын, неге тыңдауға зауқым жоқ соны десем, мүмкін біздер өзіміз айтсақ бізге тиімдірек бола ма дейді. Яғни баланың бәлкім тілін кейде бала түсінетін болады. Сол себепті бізде бұны өзімізге инсайт ретінде алдық. Мүмкін алдағы уақытта көшбасшы балалармен, осы балалар арасында, неге де мен сөзімді айтып отырмын, бір-бірімізге қамқор болайық, кішіге қамқор болайық, әлімжеттік көрсетпейік деген жақсы нәрселерді тарататын балалармен жұмыстанатын болармыз. Дұрыс. Ол да енді жақсы жағынан белсенді балалар деп айтуға болады. Деп бітті. Балалар үйде. Көбіне біздер енді баланы балаға тақтырып кетеміз. Енді ондай да тарап болады. Құдай сақтасын, кейбір кезде жаңағы соңы жаман болып жатады. Бұның енді түп тамыры жаңағы айтқандай ата-ана жұмыс істеуге енді міндетті, мәжбүрлі, енді жаңағы тастап кетуге. Сонда мысалы қарастырылған ба бала күтімін жәрдемақысын 3 жасқа дейін төлеу деген сияқты. Әлде бұл онымен шектелмейді, басқа да үлкен тараптарды қарастыру керек па? Өте бір өзекті сұрақтардың бірі ғой. Әсіресе көп балалы үйлерде шыны керек үлкені кішісін бағып сөйтіп қарап отырады. Бірақ біз бір нәрсе ұмытпауымыз керек. Балаға біз жауаптымыз. Балаға ата-ана жауапты ең алдымен. Балаға деген жауапкершілікті ата-ана не мектепке, не ата-әжесіне, не басқасына асырмау керек. Біз ондай бір заманнан өтіп кеттік. Сондықтан да қазіргі таңда өткен жылы өзіңізге белгілі отбасын қолдау бағытында арнайы уәкіл тағайындалды. Яғни бұл нені білдіреді президенттің бұл қадамы? Отбасы институтын нығайту бағытында елімізде жұмыстар күшейтіледі деген сөз. Ата-ана жауапкершілігін қатайту жаңағыдай бағытында заңдар қабылданады деген сөз. Ата-ана оңды-солды баласына бір жай бейжай қарамайды. Мемлекет оған ондай жағдай жасамайды. Ата-ана баласына қарайды, не оныған мемлекет сол үшін сұрау салынады. Сол себепті біз соған келе жатырмыз. Соған үйренуіміз керек, жауапты болуға, балаға жауапкершілік алуға үйренуіміз керек. Екінші жағынан енді бәрімізді бір
ереже мен қағидаттың арасында емеспіз ғой, күнделікті өмір сүргесін түрлі жағдайлар болып жатады, иә. Түсінікті, қараптан қарап баланы тастап кетпейді, жұмыс жасауға барады деген сияқты. Бірақ қауіпсіздігі міндетті түрде қаралып сақталуы қажет баланың. Енді жаңа сіз айтқан 3 жасқа дейін тағы да басқа мәселелер қазір біздің басқарма тарапынан көтерілген жоқ бұл сұрақтар. Бірақ енді бала құқығына қатысты сұрақ үлкендерсіз қаралмайды ғой. Айналып келгенде бір-бірімен байланысып жатады. Сондықтан да алдағы уақытта да өзіміздің алаңымызда бұл сұрақтарды қарастырып, көтеріп, қауіпсіздігіне байланысты өз ұсыныстарымызды беретін боламыз. Енді жаңа айтып кеткендей, біздің үйде де балаларымыз бар. Жолдасымыз екеуміз отасқанымызға 15 жыл болды. Сізге мүмкін бір шынайы болып көрінбес, бірақ ол шындық. Біздер тойға екеуміз бірдей бара алмаймыз. Мен бір неңізді көрдім, сторисіңізді. Жолдасым рұқсат бермейді. Мысалға, қазір менің үлкен балам 15-те болса да, біз өздерін жалғыз қалдыра алмаймыз. Сонда енді кейде айтып жатам, енді жаңағыдай сағат 12-ге дейін барып келсек те жұп болып дейсіз, жұп болып деген сияқты деп айтып жатамын ғой. Егер әжеміз қасымызда болса, онда енді сөз жоқ. Бәріміз әжемізбен бірге тұрамыз. Ал егер баланың қасында үлкен ересек адам болмаса, және ол әжеден басқасына жолдасым рұқсат бермейді. Сондай бір жауапкершілік, ол айтады, бала 18-ге толғанша ол бала. Баланың іші әрқашанда шала. Үлкенге кішісін тапсырдым деп, ертең опық жеп, Құдай сақтай көрсін, бір жағдайда отырғанша біреуміз жауапты бас көз болып отырамыз деп. Дұрыс қой. Міне осындай бір позиция әрбір үйде қиын кейде жағдайларда шыны керек. Бірақ бір сақталу қажет. Ол енді тек қана той домалаққа байланысты емес, жалпы өмірде де бұл сапарлар бар, жағдайларды бір реттеген кезде біздерде осындай бір үйде қағидатымыз бар. Керемет. Мен оны білемін, мен оқыдым сізден, көрдім, мен сол таң қалдым, керемет екен деп. Біздер жаңа атамыз бар, атамызға тастап кетеміз солай. Себебі енді жаңа сіз айтқандай жалғыз қалдырып кету өзімізге де қорқынышты. Енді бала дейміз, баламыз енді біздің өміріміз, солар үшін жұмыс істейміз, солар үшін жасаймыз. Кешегі 25 мамырда өзіңіз көрдіңіз де, бір бәсекелестік болып кетті ғой, 101 гүл. Жаңа розаны әкеліп табыстап жатыр, енді шыны керек, ол жерде біреуінің жағдай жетеді, біреуінің жағдай жетпейді. Сол жерде баланың құқығы бұзылып жатырған жоқ па? Және де осы мектепті шоуға айналдыру дұрыс па, дұрыс емес пе, қалай ойлайсыз? Мектеп білім беретін орта. Біз ол стандартты бұзбауымыз қажет. Білімнің шоғырланған жері, тәрбиенің жаңағыдай ең бірінші жаңағыдай отбасынан кейін сусындататын орта ол мектеп. Сондықтан да ол жерге жаңағыдай әртүрлі тыс нәрселер жақындамау қажет деген ойдамын өзім. Ойым сондай. Және екінші сұрақ, бұл да мені өте қатты алаңдатады. Өйткені әр баланың жағдайы әртүрлі. Бір баланың жағдайы жаңағыдай үлкен бір нәрселерге қолы жетіп жатса, және ол оңай болса, келесі балаға ол өте қиын, отбасына да өте қиын. Және ол сол жерден өзін бір тыс қалып қойғандай, оқшауланып қалғандай сезінуі мүмкін. Сондықтан да жалпы қазіргі таңда министрлік тарапынан да балалардың қауіпсіздігі үшін мынау бір түлектердің үлкен бір тойлатуына, тағы да басқа процестерге тыйым салынып жатыр. Енді ата-ана тарапынан да айтылатыны бар, жауапкершілікті біз өз мойнымызға аламыз. Мектепті аяқтап кеткеннен кейін ол бала мектепке ешқандай қатысы жоқ. Біз жаңағыдай өзіміз сол жерге жауапты боламыз дегенде. Енді әрине ата-ана толық жауапкершілігін алса, бірақ ол мектептен тыс жердегі мәселе. Ал мектептің айналасындағы мәселе ол бекітілген ережеге және тәртіпке бағыну. Сол негізі дұрыс емес сияқты, негізі. Себепті биылдыққа енді біздің басқармаға бұл бағыттағы сұрақтар тікелей келген жоқ. Бірақ алдағы оқу жылында да
біз өз ұсыныстарымызды береміз. Өйткені жаңа сіз айтқандай мынау баланың құқығын шектеу бағытында біз балаға дискомфорттық орта сыйламауымыз қажет қой. Ал ол жерде қаласаң да қаламасаң да дискомфорттық орта болады. Өйткені шыны керек, мысалға мен бір жалғыз бала болса, мүмкін оған енді барымды берер едім, иә. Көп балалы отбасында сәл қиындау. Үлкен қызымның киімін мысалға кіші қызымға мұрагерлікке еліп жетіп жатады ғой. Сол сияқты барлық нәрсеге бір түгелдей қатарына қалмау бағытында жасауға ол өте қиын. Сол себепті біздер сыныпта тепе-теңдікті, әділеттікті сақтауға тырысуымыз қажет. Соған талпынуымыз керек десе. Талпынуымыз керек. Енді алдағы уақытта, алдағы оқу жылына біз өз ұсынымдарымызды береміз және бұл мәселені жеткіземіз. Рахмет. Енді соңғы сұрақтарымыздың бірі лагерь. Қазір енді лагерь басталды. Балалар енді жаңағы өзіңіз білесіз, мектептен де жаңадан ашылған былай бөлек лагерлар бар. Сол бізде қанша лагерь саны бар және қандай талаптар, сол жерде балалардың құқығы қорғала ма, айтып кетсеңіз. Лагерлердегі лагерьді ұйымдастыру бағытында ең бірінші оның қауіпсіздігі қаралады. Облыс басшылығының тікелей тапсырмасымен облыс әкімі Қайыржан Ермекұлының төрағалығымен бірнеше мәрте жиналыс өтті қауіпсіздік мәселесі бойынша. Қазіргі таңда қателеспесем 532 лагерь іске қосылайын деп тұр жазғы маусымда. 100 мыңнан астам оқушыны қамтиды. Соның ішінде 532-нің 500-не жуық болар, олар мектепішілік лагерлер. Қалғаны енді жаңағыдай облыс орталық Орал қаласында шатырлы лагерлер дегендер болады, сөйтіп қамтылған жағы. Енді ол жерде қауіпсіздік баса назарда. Тек қана білім беру ұйымдарының құзыреттілігінде емес, ол жерде құқық қорғау жаңағы ішкі істер бағытынан да жұмыс, полиция бағытынан да жұмысы бар. Ол жағыда жаңағыдай санитарлық бағытындағы жауапты құзырлы органдарда өз жұмысын атқарады. Яғни барлық осы күштердің бірігуі арқылы лагерьде бүкіл талаптың сақталуына жұмыстануда. Енді баланың жазғы уақытын тиімді пайдалану бағытында жасалған жұмыстар. Бала көп қамтылуы қажет. Бұл бағытта да енді біздің болашақта ұсыныстарымыз бар. Мүмкіндігінше ауылдан бала облыс орталығын көру бағытындағы лагерлер болса, облыс орталығындағы балалар аудан орталығындағы балалар облыс орталығын көру бағытындағы лагерлер болса, қаланың балалары жаңағыдай қаланы күнделікті көріп жүргесін, оларға республика бағытындағы бір сондай деңгей болу керек қой енді. Мына мектеп ішілік лагерлерді мен енді бір жағынан дұрыстап олар, баланың тиімді уақытын пайдалану керекпіз. Екінші жағынан ол жерде 12 ай, 9 ай оқығаннан кейін дәл сол лагерге барып шаршап кететін сияқты. Мен өзім балам қатыспаймын деді. Сондықтан да біздер осы басқа жаққа барылса деген жаңашылдау десе. Жаңашылдау болса деген ойымыз. Дегенмен де енді педагогтардың, ұстаздардың бір жүктемесі ретінде балалардың жазғы уақытын тиімді пайдалану бағытында қолынан келгенді жасап отырған нәрсе. Сондықтан да биылдыққа да мен ойлаймын, 532 лагерь өте жақсы. Ол жерде де қаншама балалар тек қана үйде отырмай, әйтеуір басқа бір форматта ойын ойнап, жарысқа қатысып, көңіл көтеріп, сол нетіп қалады. Бірақ алдағы уақытта осы, есіңізде ма, кезінде де бір болды ғой, біздің апаларымыз айтатын еді ғой, кәдімгі әлемнің жартысын аралап келгендей лагерлері, өте сондай әлі күнге шейін сол кездегі адамдар естеріне күшті бір эмоциялық бағытта еске алып отырады. Бізде де республика көлемінде лагерлеріміз, жақсы мықты лагерлер бар. Тек соларға бір балалардың көптеп қамтылуы деп іштей тілеп отырамыз ғой. Сол бағытта да ұсыныстарымызды белгілейміз.
Ал қауіпсіздік мәселесі күн тәртібінде. Егер де сұрақтар, мәселелер туындаса, біздер 24/7 сол жерде жұмыстанамыз енді. Қорғалып тұрады десе. Жаңа сіз өзіңіз айтасыз, инклюзив бағыты, ол енді бізге қатысы жоқ дейді. Бірақ біздің тұрақты көрермендеріміздің сұрағы болды. Енді сізге былай басқа бағыттан қояйын. Сол жерде отырған балалардың құқығы қаншалықты қорғалып тұр ма? Жалпы инклюзияны енгізудегі негізгі мақсатымыз бала өзімен өзі тыс үйде болмауы қажет, ортаға қалыптасу керек, әлеуметтендірілу керек. Соған біздер қоғам болып, ұжым болып, мұғалім болып, бәріміз көмек көрсетуіміз керек деген бағытта. Енді әрине мәселелер орын алуы мүмкін, мен жоқ деп айта алмаймын. Бірақ бүгінгі таңда басқарма құрылғалы 27 өтініш түсті. Соның ішінде ерекше балаларға қатысты өтініш бар. Бірақ ол білім алу мектеп бағытында емес, білім алу бағытында қазіргі таңда қарастырылуда, сауықтыру бағытында деген сияқты. Ал енді білім алу бағытындағы ондай сұрақтар кездеспеді. Енді тікелей біз инклюзиямен араласпағанмен, ол жерде де бала болғандықтан, егер де баланың құқығы шектелетін болса, мүддесі қорғалмайтын болса, біз басқарма ретінде міндетті түрде араласамыз. Бәрібір де десе. Құрметті көрермендер, біздің парақшамыз бен арнамызға жазылып отырыңыздар. Хафиза Болатқызы, сізге үлкен рахмет, уақыт бөліп, осы өзіңіздің түскі үзілісіңізде бізге арнап отырғаныңызға. Осымен біздің подкастымыз соңына тамамдап жетіп келдік. Рахмет тағы да, аман болыңыз, жұмысыңызда табысты болсын, жұмысыңыз енді жеңілдеу болсын. Жаңағы айтқан балаларымыз енді біздің болашағымыз, біздің Қазақстан Республикамызда сапалы, саналы ұрпақ көп болсын дейміз. Рахмет көп-көп.